естіледі ғой. Бисмилля. Алхамдулилля. Вассалату вассаламу аля расулиллахи амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла тағала жасап жатқан құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Өткен сабақтарымыз сәл үзіліңкіреп қалды. Сол сабақтарды жалғастырып айтып кетейік, иншалла. Бүгін қызық бір тақырып өтейік. Өткен күнәлермен, өткен мәселелермен жұмыс жайлы бір кішкентай нүктелерді қозғап кеткім келіп отыр. Қазіргі кезде сондай тренд бар ғой, халықта сөз бар. Қазіргі шақпен өмір сүр деген. Дұрыс па? Осы қазіргі шақпен өмір сүр деген. Негізі бұл біздің дінімізде де бар. Сол екеуін салыстыра отыра айтқым келеді. Қазіргі шақпен өмір сүру деген мағынасы не деген сөз? Өткен шақ өтіп кетті. Ол өтіп кетті, болды. Ол қайтып келмейді. Келешек жағдай ол әлі болған жоқ. Оған сіз басыңызды ауыртудың қажеті жоқ ешқандай да. Ендеше бізде қалатын нәрсе осы қазіргі шақ. Тағы да бір әсем сөз бар ғалымдарда. Бай менен кедейдің айырмасы бір күн деген. Бай мен кедейдің арасындағы арақашықтық бар ғой, бір-ақ күн. Неге екенін білесіз ба? Бір адам егер мен кеше бай едім десе, кеше ол өтіп кетті. Мен ертең бай болам десе, ол өтірікші болады. Ол ертең ол көре ме, көрмей ме Құдай біледі. Бір-ақ күнде ол бүгін. Ол бүгін ғана байда. Сіз бүгін ғана кедейсіз. Бір күн. Біз бір күндік адамдарымыз ғой негізі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі айтатын. Құдайдан бір күндік тамақ сұраңдар дейді. Бір-ақ күндік тамақ сұраңдар дейді. Біз олай емеспіз ғой, үйге бір қап ұн, бір қап құмшекер, бір 5-6 пашка макарон, анау, ит тастаймыз ғой. Бір күнмен өмір сүрмейміз негізі. Ертеңімізді білмейміз, бірақ сонша нәрсе жинап тастаймыз. Ал енді хадиси құддисуларда сондай сөздер бар. Ей пендем, мен саған ертеңгі күннің ғибадатын сұраған жоқпын дейді. Алла тағала бізден сұрамайды ғой, 5 күндік намазды сразу оқып таста давай, құтылып қой. Алға қарай 10 күндігіңді тез-тез төлеп тұрыңдар. Болмаса су бермей қоям, ауа бермей қоям. Алдына төлеу керек, бірінші алдына төлейсің, аласың. Сондай жоқ қой, дұрыс па? Тіпті намаз оқымай қойған адам да өмір сүріп жатыр, ол да бай болып жатыр, ол да Құдайға сенбейтін адам да, Құдай танымайтын адам да жүр осы жерде. Мысалда, Алла тағала оны сұрамайды бізден. Өзінің міндетін Алла тағала толық орындайды. Біреуге өмір берді ма? Ажал берді. Оның кететін күн де белгіледі. Кететін күніне шейін не нәрсені сызып қойды, соның бәрін береді. Соның бәрін береді. Рызық несібе, ауасы болсын, суы болсын, наны болсын, жасы, досы, ағайыны, туысы, ішетін, жейтіні бәрін Алла тағала не жазып қойды маңдайына, соның бәрін береді. Сөзінде тұрады. Және де ең қызық жері, Алла тағала еш нәрсені ақысын сұрамайды. Осы дүниеде сұрамайды. Бірақ сұрайтын күн бар ғой. Сұрайтын күн басқаша болады. Біреулер айтады ғой, Алладан әділеттік сұраңдар деп. Жоқ, Алладан мейірім сұрау керек. Әділеттік сұрасаңыз, сіз мыжып өлтірген шыбын бар ғой, соның ақысында төлеу керек болып қалады. Сіз басып кеткен шөп бар, соны майыстырғанында ақысын төлеу керек болып қалады. Өйткені мынандай сөз бар ғой, негізі сопы кісілерде мынандай сөз бар. Алла тағаланың сұрағаны сонша дейді. Бір күні бір кісі Құдайдан Аллахым, сенің сұрауың кен ғой, сенің әділдігің кен ғой десе, жүрегіне бір дыбыс кепті. Алланың әділдігін көргің келе ме деп. Иә деп. Онданы үңгірге бар десе, үңгірге барып кірсе, бір үйі жоқ, күйі жоқ адам тасты жастанып, жастық қылып, соның үстінде ұйықтап жатыр екен. Соның үстіне кіріп барған ғой, сонда әлгі дауыс айтқан екен. Анау адам
тасты жастанып жатыр, сол жастанып жатқан тасының да ақысын сұрайын керек болса депті. Біз жастықтамыз ғой, білесіз ба? Ибрахим деген бір әулие кісі туралы айтады. Адхам деген. Патша болған деседі өмірде. Патшалығы сонша өте мықты, жайын өмір сүрген кісі ғой енді. Бірақ күндердің күні патшалығын тастап кетіп қалады ғой. Сосын оның орнына патша болған адам патшалыққа келеді, қараса, енді ойлайды ғой, патша не үшін қашып кетеді патшалықтан? Бір проблема болған үшін қашады ғой, бір банкротқа отырды ма, бір жау шабайын деп тұр ма деп. Патшалыққа қорқып бір адам сайланып отырса, дым жоқта патшалығы керемет өтіп жатыр. Барлығы өзінің орнында, таң қалады. Сөйтіп сұрайды ғой, Ибрахимді іздеңдерші деп. Іздейді. Іздегеннен кейін іздеп тауып ағасын, амандасып, мен сіздің орныңызға келген патшамын, бір-екі сұрағым бар еді, сіздің көп мазаңыздамайын. Болады ма дейді? Иә дейді. Патшалығын неге тастадың деген кезінде айтып берейін ба дейді. Иә. Бір түс көріп күнде дейді, мен кешке жақын ұйықтардан бұрын анау тамақ жейді, сол тамақты сіңіру үшін әрі төсегімді жаңартып, салып, әдемілеп қою үшін мен баққа барып аралап қайтам дейді да, кешке жақын. Бау бақшасын аралап, серуендеп, таза ауада отырып, сосын барып келіп өзімнің бөлмеме кіріп ұйықтаймын дейді. Сол ұйықтауға бөлмеме кірсем, бір қара күң әйел менің немді төсегімді жинайды екен дейді, сол кісі тазалайды екен. Сол тазалап атып, ана төсекке сәл бір жамбастап көрейші деп үстіне жатып, қорылдап ұйықтап қалған ғой ананың жұмсақтығынан. Анау кісі көргеннен анау қара күң әйел менің төсегімде, ақ төсегімде жатыр патшаның деген жеркенішінен қамшысын алып, ананы оятпастан сабайды ғой, ұйықтағанның үстінен сабайды ғой. Оянып кетсе таяқ жеп жатыр ғой енді анау. Бірінші қорқып кетеді, қашады, бірақ сабап жатыр ананың үстінен тоқтамай. Сөйтсе анау әйел бір уақытта күледі ғой, ақалап. Бұл ұрған сайын ақалап күледі, сосын тоқтап айтады ғой, сен жынды болған ба, неге күлесің дегенде айтады ғой. Мен дейді, ары кетсе сіздің төсегіңізде бір 20 минут па, жарты сағат ұйықтадым дейді, соның ақысын осынша жеп жатырмын дейді да. Сіз өмір бақи осы төсекте ұйықтап келесіз, сіздің жейтін ақыңыз, қамшыңыз басқаша шығар деп айтады. Оның сұрауы бар ғой, сол жұмсақ төсек. Соны көріп мен патшалығын тастап кеттім деген екен. Сонда әлгі адам жоқ, енді оның бәріне жауап бар ғой, сен елің үшін істейсің, жерің үшін істейсің, басқа десе, сен қолыңдағыны патшалық деп ойлайсың ба депті. Иә депті. Ол патшалық ондай емес депті. Қолында сөйтсе әлгі кісі киімін жамап отыр екен да. Инесін алыпты да, ағын су екен өзен, ішіне инені лақтырып жіберіпті. Сөйтіп патша болсаң ана инені алдыршы депті. Кім алдырады оны? Айтыңызшы, қандай патша алдырады анаңыз ағын судың ішінен инені? Сосын енді ана патша жан-жағындағыларына қараса, алдияр тақсыр ондайға бұйырмай қоз, орнына бір 100 ине сатып әкеп берейін деп жатыр дейді да. Тур сондай ине сатып әкеп берейін, базарда тола деп. Оны алдыра саламыз ғой базардан десе, жоқ, маған анау иненің өзі керек депті да. Сөйтсе олай қылып, мүмкін емес шығар десе, әкеліңдер бер десе, бір балық аузында әлгі инені тістеп алып кеп беріпті. Ол патшалық емес, міне патшалық деп. Өйткені құрметті жақсылар, мал дүниені біз ойлаймыз осы дүниеде. Соншалықты бізді қорқынышымыздан, алда келатқан өмірдегі барлық нәрсемізге тіреу болады, сақтайды деп ойлаймыз. Бұл олай емес. Дүниесі бар адамдардан сұраңыз, көңілің жай ма, енді еш нәрседен қорықпайсың ба деңізші. Сіздің қорқынышыңыз оның жанында еш нәрсе болмай қалады. Қорыққаным сонша дейді. 3 ай сайын, 2 ай сайын таблетка ішіп невропатологтың тікелей клиентімін дейді. Мысалы да. Анау пәлен ақшаны ұстап жүру керек қой бейшараға. Соны қорғаны болу керек қой. Құрметті жақсылар, білесіздер ме? Біз кейде осы өмірде қазіргі шақпен емес, өткен шақпен өмір сүреміз. Өйткені өткен шақта таяқ жеген бізді, сол таяқ жегеніміздің әсері осы жерге шейін келеді. Оны мен неге айтып атқанымда түсіндіргім келеді, құрметті бауырлар.
өткен шақтағы нәрселер сізді намазыңызда да мазалайды. Сіздің намаздағы ойдың бәрі өткен шақтағы ой. Сенбесеңіз, әрбір ойыңызды мазалап жатқан тыңдап көріңізші. Ана жерді істемей кеттің, ана жерде осындай болдың, кілең өткен шақ. Енді істейсің деп сіздің мазаңызды алмайды намазда. Істеп кеттің, осындай болып жатыр, болып кеткен деп, яғни өткен шақты сізден қазіргі уақытыңыздан өткен шақты мазалайды. Көп ойлар. Өткен шақпен өмір сүрудің, өткен шақтағы жараларды түзетпей өмір сүрудің зияны да көп. Мысалы, кейбір бауырларымызда осы көріп қаламыз. Шетелге шыққанда өзі халықты айтады ғой, бір досыңменен сапарға шық, қандай екенін көргің келсең дейді ғой. Сапарға шыққанда көреміз да, қандай екенімізді. Кейде адамдарға мысалы тамақ береді. Андай шведский стол деп айтамыз ғой біз. Швецияда ондай стол жоқ негізі, бірақ оның аты сондай да, аталуы. Жайын дастархан жайлап, сол жерден керегіңді же дегенде, біз керегімізді алмаймыз. Артығымен аламыз. Ана жерде тұр ғой негізі, қарның ашса тағы аласың ше. Бірақ біз үйтпейміз да. Біз дастарханымызды толтырамыз. Сөйтіп оның бәрін жеп, бәрін бітірсеңіз мақұл ғой, кішкентай бір 2 тарелка тамақпен аумин боласыз ғой. Сосын ананы қайтесіз енді. Оны бөлмеге көтеріп кетеміз. Оны бөлмеге апарып қойғасын, ол бөлмеде тұрып бұзылады. Бірақ оны жемейсіз. Тек қана тасумен боласыз. Бір жерде бір нәрсе көрсе, көп көреміз да, бір нәрсе тарқатып жатыр десе, халява ма, яғни тегін тарқатылып жатыр ма, болды да. Ана орыс тілінде на халяву уксус сладкий дейді ғой. Бізде сондай дерт бар да, науқастық бар. Бір жерде тегін зат көрсе, тарқатылған нәрсе кітап болса да ала береміз. Ол кітап Құдайды екеу деп жатыр ма, көп құдайшылдық па, жоқ өзге діндікі ма, жоқ басқа тақырып па, шаруамыз жоқ. Ертең сол кітапты алып кіргенде сізді проблема қылып ұстап ала ма, сен неғып жүрсің деп, оны да ойламаймыз ғой. Өйткені анау халява. Оның тілін түсінбесеңіз де, тіпті сіздің тілде жазылса да, оны оқымасаңыз да алып алады. Қызығы. Құрметті жақсылар. Баяғыдан сөз бар, керек емес нәрсеге қолын сұққан адам қолы қап кетеді дейді, сол жерде. Сондай әзіл бар ғой. Бір 3 дос сапар шегіп келатыр екен, пәленше түгенше демей ақ қойыңшы, өлмей ақ қойын. Әзіл болу үшін айтып жатырмын да. Екеуі ағайынды екен да, ана біреуі одан сәл бөлектеу екен. Үшеуі сапарлап келе жатып, бір жерге тамаққа отырса, бір ін көріп қапты. Сөйтіп таласып кетіп, мынау ненің іні деп, біреу түлкінікі, қарсақтікі, аюдікі, ананікі, мынанікі, ішінде бар, ішінде жоқ, таласып кеткен ғой. Сөйтсе біреу сөзге сөз тоқтамай, мен ал көремін де, көрмей ақ қойшы соны, кете берейік десе, жоқ деп басын тығып алыпты ана інге. Сөйтіп біраз уақыт шықпайды дейді анау іннен. Отыр дейді. Екінші бауыры тартып қалса, басы жоқ дейді ананы. Жылбағын ғой енді, ойбай, мынаны басы жоқ десе, анау адам айтады, бұның басы бар болғанда інге тықпайтын еді, ол әуелден жоқ еді деп айтады. Оның басы әуелде жоқ болған ғой, ол басы болса тығатын бет анаған деп айтады дейді. Сол үшін айтатын құрметті бауырлар, өткен шақтың аурулары бар. Өткен шақта, мысалы, біреу бала кезінде жаңағыдегі тыйым сала бергеннен, ана бала ғой, мынаны алам, ананы ұстайым дегеннен ата-ана тыя біледі. Ұстама, тиіспе, үйтпе, бүйтпе, үйтіп отыр, мененше тіке қып өсіреміз. Қызығы, ата-ананың сондай қисықтығын айтайын ба? Біздің баламыз өзінің қалауы жоқ, өзі ешнәрсеге қызықпайтын, тіке тыныш отыратын, артық сөйлемейтін, артық қимылдамайтын, жүрмейтін, тұрмайтын орнынан, тып-тыныш балпиып отыра беретін адам болып өсу керек. Бірақ ол өсіп үлкейгеннен кейін пысық болу керек. Ол қалай, мен сіз ақылыңызға салып көріңізші, үндемейтін бала қалай пысық болады, өзіңіз соны сөйтіп өсірдіңіз, ұстама, тістеме, отыр, тиш отыр, үйден шықпа,
ешкімге сөйлеме, еш нәрсе істеме, үйтпе дедіңіз да, бірақ ол үлкейген кезде, балам, сен неге жұмыс істемейсің? Сен неге үйленбейсің? Ана пәленше үйленіп алды ғой. Сен неге армияға бармайсың? Сен неге оқуға түспейсің? Сен неге жұмыс істемей? Әй, сен балаңды өзі жүрме тұрма деп өсірдің ғой. Өзің сөйтіп өсіріп алдың. Енді келіп ол пысық болу керек. Қалай ол? Сіз өзіңіз ойлаңызшы. Балаңыз үлкейгенде пысық болу үшін қазіргі кезден пысық қылмайсыз ба? Ұстап көр, же таяғыңды. Жыласын еш нәрсе қылмайды. Бір майып болатын жер болса, сәл берірақ алып келерсіз. Ал бірақ құлайтын жер болса, құлайды. Жейді таяғын, екінші рет бара ма ол жерге? Жоқ, бармайды. Көрсін де өзі, бәрін. Жайлап көру керек, ақырындап, барынша әйтеуір не қылып өсіру керек. Сөйле балам, айт, сені тыңдаймыз. Істе, Құдай қаласа сенікі дұрыс, қате болса, таяғыңды жейсін, еш нәрсе қылмайды. Ол ана жерден таяғын жейді, ана жерден таяғын жейді, өседі ғой, ол дамиды. Ал сол бала сосын ертең өскеннен кейін өзімен өзі болып өседі. Сол бала өскен кезінде сөзін айта алатын, ісін істей алатын, жүретін, тұратын болып өседі. Мен өткен шақ туралы айтып жатырмын. Біз ата-ана осылай қисқып тәрбиелейміз. Сол тәрбиенің себебінен ынжық болады баламыз. Сол тәрбиенің себебінен баламыз дұрыс емес болады. Сөзі тыңдалмағасын, ісі істелмегеннен кейін. Өткен шақ біздің өмірімізге әсер етеді. Солардың біреуі өткен шақта біз кейде дүниеден қысылғанбыз. Кейде біз дұрыс емес түсінік қылған. Мысалы, кішкентай бала көкемен базарға шығып сауда қылайыншы, сатайыншы, үйтейінші, ана жерде мынандай бар екен, мындай бар екен десе, ей, сатқа ұқсап, мысалы, Құдай сақтасын да, сөйтіп сөйлейтіндер бар. Сауда қылмай-ақ қойшы, соменен мал тапқанды көрген жоқпын, үйткен, бүйткен. Сен қайдарма баланы, істесін. Балаңыз бір дұрыс нәрсе істейм десе, кәсіп қылам десе, істесін. Етік тігіп жатыр ма, киім тігіп жатыр ма, басқа қылып жатыр ма, істесін. Істейтін баладан айналу керек қой, құрметті жақсылар. Біз соның бәрін тыямыз. Сөйтемізді ертең бала ақша табуға келген кезінде ақша таба алмайды, сөз сөйлеген кезде сөз сөйлей алмайды, іс істей алмайды. Мен жоғарыда айтқан нәрсем дүние табудан қорқады. Ақшасы таусылып қалудан қорқады. Білесіз ба? Құрметті бауырлар, ақша дүниені кім береді? Айтыңызшы. Әшейін дүние туралы сөйлегенде дүниені кім береді? Алла береді. Рызықты Алла береді. Бастық бермейді. Жұмыс бермейді. Жұмыс емес ол. Жұмыс себеп. Бастық ол себеп. Бір бастық кетсе, екінші бастық келеді. Бір жұмыс кетсе, екінші жұмыс келеді. Халық айтады адамдарда. $1,000,000 болмасын дейді. $1,000,000 табатын ақылың болсын дейді. Түсінесіз ба? Сіздің $1,000,000 табатын кәсібіңіз, ақылыңыз болса ше, сіз ақшаңыз жоқ болса, бір жерге апарып тастасаңыз да күн көріп кетесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын бөліп ағайынды қылған кезінде бір сахаба Меккеден Мединаға көшіп барады. Бір өзі келеді ғой, бір өзі соқа басы сой deyip келеді. Пайғамбарымыз оның кәсіпкер екенін біледі да, әдейі бай кәсіпкер бір адамға дос қылады, екеуін аға іні қылады. Сонда әлгі осы Мединадағы кәсіпкер досы Меккеден көшіп келген, дымы жоқ, бала шағасы жоқ, үйі жоқ, дүниесі жоқ. Досын айтады ғой, бауырым дейді, Құдай қосты ғой екеумізді дейді. Осы малымның жартысы сенікі. Алам десең қатын ұнатса, мен қатындарымды да бөліп беремін, малымды да беремін, үйімді де беремін. Айтшы дегенде, бауырым рахмет дейді, бала шағаңа Құдай берсін, малыңа да Құдай берсін, кәсібіңе де Құдай тағала нәсіп қылып бере берсін. Маған базарды көрсетші дейді ғой. Көрдіңіз ба? Яғни әшейін маған базар анау жерде деп айтшы, қалған бәрін өзім табам дейді. Яғни маған берме дейді, мен өзім алам деген жігіт. Біз осындай болуымыз керек, түсінесіз ба? Анау артық дүниені бүйтіп артық ап қалу неден шығады білесіз ба? Ол ішкі кедейліктен шығады. Ол анау үнемшілдіктен емес, үнемдейтін нәрселер бар. Тамақты адам үнемдемейді ғой, үнемдеу емес қой, дұрыс па? Ана жерде дастархан тұр да, тегін дастархан тұр. Сіз барып тек қана жейтініңізді алмайсыз ғой, түсінесіз ба? Жейтініңізді алдыңыз, үстіне тағы 2 тарелка қосып алып келіп қойдыңыз да, көзіңізде, ішіңізде бір кішкентай аштық бар.
Ол аштықты емдеу керек. Сіз дүние таба алмай қаламын, мал жоқ болып қалады деген қорқынышыңыз бар ішіңізде. Ол өткен шақтың қорқынышы сізді осы дүниеде кедей қылып өтеді. Себебі сіз ішкі кедейлігіңіз бар да. Ондай адам ешқашан бай болмайды. $1 000 000 тапса да, ол жаратылып кетеді дей береді. Ақшаның үстінде не істейсің десе, бір күн өліп қалады. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеді. Бірақ ол адам бай болмайды. Миллиардер болса да ол бай емес ол адам. Шын байлық сол үшін қанағат деп айтады. Адам жүрегінде болады байлық, ше. Шын байлық ол қанағат. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, мысалы, көкелер, ағалар отыр, осында апалар отыр. Біледі, сондай кісілерді көрген. Анау Советтің дәуірінде үлкен көкелеріміз, аталарымызды көрдік. Өзі де темір жолда жұмыс істейді, пейнет қылады, ауыр совхоздың жұмысы, бір жерден мал бағып келеді да, тапқаны ше 20 сом, 10 сом, 15 сом тауып келеді. Ары кетсе 100 сом тауып келеді. Бірақ ана бала армиядан келді десе, мәсаған 5 сом. Ана бала оқуға баратыр десе, мәсаған 10 сом деп шашып отырады. Солар кедейліктен қорқам деп мал жимады. Көрді ғой көздеріңіз. Солар кеше Совет өкіметі құлап қалған кезде Избергасында ақшада болған жоқ оларда. Олар кедейліктен қорыққан жоқ. Өйткені олардың жүрегінде кедейлік болған жоқ. Ал 90-шы жылы бізге адам қай жерде ақша табу керек, қалай үнемдеу керекті үйретудің орнына бізге кейбіреулерімізге қорқыныштың артынан кедейлік сыйлап қойды. Жүрегімізде кедейлік қап кетті 90-шы жылды көрген адамдарда. Сөйтеді де, артық зат болса, алып қала салайыншы. Мынау микрофон бекер тұр ма? Мен қалтама салып кетесің, не қыласың микрофонды сен? Не қыласың, мысалы, бір тұр да, бірақ қалтама сала салайыншы. Не қыласың оны ше, мысалы, сен әншісің ба? Әнші болса ана жерде микрофон тұр ғой, оған арзитын микрофон емес сондай айтады, мысалы да. Бірақ кейбіреулерде сондай нәрсе тұрады. Оны емдеу керек. Өткен шақ қазіргі шағыңызға әсері бар. Қазіргі шағыңыз болашаққа әсері бар. Не үшін айтам? Бүгін өткен шақпенен жұмысты айтқым келеді. Құрметті жақсылар, өткен шақтағы істерді осы шақта түзету керекпіз. Осы шақта тәубе есіктері ашық тұр. Бірінші орында Аллаға деген имандылықты түзетпей, Аллаға деген сенімді зерттемей, Алланың 99 есіміне иман келтірмей, сіз ол дерттен айықпайсыз. Рызық беруші Алла, бүкіл ісіңді тапсыратын Алла екендігіне жүрегіңізден сенбейсіз, жүрегіңізде кедейліктен құтылмайсыз. Біліңіз, мысал айтайыншы, Жүсіп пайғамбар. Өткенде мысал айттым ғой Жүсіп пайғамбар туралы. Соның мысалдың тағы бір түрі. Жүсіп пайғамбар кішкентай кезінде түс көреді. Түсінде 12 жұлдыз және бір ай, бір күн алдына келіп, бұл тақта отырады, алдына келіп сәжде қылады ғой. Түс көреді. Сөйтеді де әкесі Жақып деген пайғамбарға барып айтады ғой. Әкетай, мен түс көрдім. Түсімде 12 жұлдыз бенен, күн менен ай маған сәжде қылды дейді ғой. Сонда балам, бұл түсің үлкен түс екен. Бұны ешкімге айтпашы дейді. Оның қандай түс екенін білмейді ол кісі, пайғамбар болса да. Білімді болса да түбін түсіне алмады. Бірақ жұлдыздар, айлар басын сәжде қылып атқаннан кейін, өзі сондай биікте отырғаннан кейін, бұл оңай түс болмайтындығын түсінеді. Пайғамбар ғой, жүрегі айтып тұрады оның. Айтады да, балам, бұны ешкімге айтпашы дейді. Күндер өтеді. Бұның 12 ағасы болады, бір шешесінен, бөлек шешесінен. Өзінің шешесінен бір ғана інісі болады, Беньямин деген. Ал басқа шешесінен, үлкен шешесінен 12 ағасы болады. Сол 12 ағасы мына екеуін көре алмайды ғой. Енді болады, бауырлық қой, бауырлардың арасында ондай болады. Сол көре алмаған еш нәрсе емес. Бұлар қиналғанынан Жүсіп пайғамбарды, Жүсіпті әлі бол пайғамбар емес, кішкентай кезінде әкесінен алдап сұрап алып, құдыққа апарып тастап кетеді. Құдықтан ол кісіні өтіп бара жатқан керуен алып алады, қараса үсті таза, реңді келген бала бірінші қызығып алып алады дүние қызықпенен.
базарға апарып сатамын деп. Базарға алып бара жатқанда қараса, ана үсті таза, өзі реңді бала. Әй, осы баланың іздеушісі келіп қалса, біз таяқ жейміз, өткен бағасын өткізіп кетейікші деп базарға барып, мен көрді, сен көрді қылмай, тез-тез сатып кетеді ғой өткен бағасына. Бірақ өткен бағасына сатылады, мақұл ғой. Оны енді Алланың жазғаны ғой. Уәзірдің әйелі базарлап жүріп, құл базардан өтіп баратып, бір әдемі келген, сұлуша келген кішкентай жас баланы көріп, осыны алайықшы қызметке деп алып қала салады. Тиынға сатып жібереді ғой. Аласашы осыны, не бересің дейді. Қалай не бересің? Бағасы жоқ па дейді. Сен айтқан баға болады дейді. 10 теңге берем, болды дейді, да беріп жібереді ғой, мысалы ше. Өткен бағасына өтіп кетеді. Өзіңіз ойлаңыз. Одан кейін әлгі әйелден зұлымдық көреді. Өзі соның үйінде қызметші болады. Одан кейін зұлымдық көреді. Одан кейін түрмеге кетеді. Түрмеде пәлен уақыт жатады. Құдай тағала соның бәрін сөйтіп жүргенде оны пайғамбар қылады. Ол түрмеде жатып, Алланың дінін уағызын айта бастайды. Түс жори бастайды. Соның бәрі ашылады оған. Кейіншелік ол кісіні Алланың құдіретіменен бір үлкен мемлекеттің ең үлкен ақыл айтушы патшаның оң қолы болып сайланады. Сонда ақыры өзінің ағайын інілеріне, бауырларына, өзінің әке-шешесіне шарапаты тиіп, соларға мал дүниесін тауып беріп, соларды алдыртады алдына. Алдыртып ап келген кезінде, сендер уәзірге кіресіңдер деген кезінде, уәзірдің алдына кіріп келе жатқанда, қараса уәзірдің орнында өзінің бауыры Жүсіп отыр. Кеше оны құлдыққа сатып жіберген кішкентай кезінде. Анау 12 бауыры тоқтап қалып қорқып кетеді. Анау мынау адам ана жерде кек алады ғой. Сөйтсе Жүсіп пайғамбар айтар: бауырларым, лә тәтриба алейкум алейкум. Сендерге бүгін ешқандай қапагершілік жоқ. Сендерге ешқандай да мен жүрегімде кінә артпаймын дейді. Сендер менің бауырларымсыңдар. Сендерге тек қана менің мейірімім менен ақ жүрегім ашық деген кезінде сәжде қылады ғой ананың барлығы. Бас иіп патшаға деп сәжде қылған кезінде әкесі де шешесі де сәжде қылып атқан жерінен тұрғызып: әкетай, есіңде ма, мен мынандай бала кезімде түс көріп едім. Мына 12 жұлдыз, сен күнсің, анау ай, анам. Бәрін сәжде қылдыңдар. Міне осы түстің жорығаны деген. Бірақ менің айтқым келгені, сондай атақ мансапқа пенетпен жетті. Бұл жерде біздің қазіргі тақырыбымызға алатын бірнеше мысал бар. Біріншісі, Жүсіп пайғамбар өткен шағын қозғаған жоқ. Байқадыңыз ба? Оны бауырлары сатып жіберді. Құдыққа тастап кетті ғой, алдап. Одан кейін оны керуеншілер алып тағы құлдыққа сатып жіберді. Одан кейін оны Зүлейха деген сұлу сатып алып зорлық көрсетті. Бірақ оның бәрін кешірді. Ақыры сол Зүлейха деген сұлуды өзі алады, әйел қылып. Ал ана керуеншілерді тауып алып оның жазасын берген жоқ. Тауып алам десе тауып алар еді. Ал анау аға бауырларының бәрін оның да жазасын берем десе берер еді, ол кісі қолында берді. Бірақ біреуіне де зұлымдық қылмай, ақ көңілменен бүгін сендерге тек қана мейірім есігі ғана ашық деп көңілін ашты. Қалай жетті? Соның бәрін өшіре салу жүрегінен қалай болды екен деп ойлайсыз? Осыған ұқсас Құранда бірнеше мысалдар бар. Бірнеше мысалдар бар. Сол мысалдардың біреуі, кеше сіздер зиярат қылған Мединадағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды, соның сүт бауырын, немере ағасы Хамзені өлтіргендегі уақиға. Қабірін көрген шығарсыздар Мединаға барғанда. Ойласаңыз, пайғамбарымыз сол 3 адамды кешіріп жіберді. Бірақ қиналды ол кісі ше, айтты. Айтқан сөзі бар да, сол жерде біздің іздеген бір мәліметіміз шығады. Менің жүрегім сіздерді көзімменен көруге көтере алмайды. Менен сәл ұзағырақ кішкентай жүре тұрасыздар ма дейді. Мен де адаммын ғой дейді. Бірақ мен сендерді кешірдім.
өзіне зұлымдық қылған адамды қаншалықты дәрежеде кешіру. Оған не нәрсе жәрдем береді деп ойлайсыз? Әлбетте бұл үлкен сабақ. Оның бәрін 1, 2, 3 деп дәптерге жазып, тапсырма беріп, оны орындап, сіздің барлығыңызға оны істетуге болар еді, бірақ мен жол ғана көрсетушімін. Құрметті жақсылар, Алланың 99 сипаты тұр. Сол 99 сипатын ашып, мағынасын көріңіз. Сол жерде сіз жауап табасыз. Егер сіз Алланың сипаттарын зерттеп, соны білмесеңіз, өткен шағыңызды түзете алмайсыз. Ал өткен шағыңызды түзете алмайды екенсіз, сіздің қазіргі шағыңыздың бәрін қисайтады. Екінші, алатын Жүсіп пайғамбардағы уақиғадан бізге алатын сабақ, құрметті бауырлар, пайғамбарымыз Жүсіп пайғамбар өткен шағының бәрі басынан өтті. Дұрыс па? Ол бір әкенің пайғамбар сияқты, үлкен Жақып пайғамбар сияқты сүйікті ұлы болды. Сүйікті бала болу деген жанұяда қандай, өзіңіз ойлаңызшы. А дегені ақ, қара дегені қарғыс қой, мысалы. Ал соншалық өмір сүріп жүріп, құдыққа лақтырып жіберіп, ешкім емес болып қалу балаға стресс береді. Ешкімсіз қап кету, сенің жанашарың жоқ, сен енді ешкім емессің деп құл базарға барып, құл сияқты сатылуды айтыңыз. Қаншалықты стресс ол? Және де біреудің, байдың үйіне барып қызметші болу деген ойлаңыз. Сен ешкім емессің да, сен жай ғана қызметшісің. Тіпті сол үйдің әйелі сені құрал көріп, өзіне әшейін өзіне егелегісі келгендігі сенің намысыңа тимей ма, сонда сенің қалауыңды сұрамайды ма сонда? Сен қалайсың ба ол әйелді, қаламайсың ба, сен менікісің деп айту қалай ол, ойлаңызшы. Сонда сен кімсің? Осыншалықты істің бәріне көтеру, және де ертең Алла тағала оған соншалықты биік мансаптарды сыйлауы, түрмеде жатуы, сөйте тұра соның барлығына жақсылығын жауы қалай деп ойлайсыз? Бұның барлығы бір нәрсе. Психологияда ол адамды мынандай деп айтады. Өзінің жаман қылықтарын жұмыс жасап, түзетіп, көңілжай күйге, баланс күйге жеткен адам деп айтады. Психологиядағы қазір барлығын үйрететін нәрсесі мынандай екен. Егер сіздің болып атқан жаныңыздағы адамдар, сіздің әртүрлі келіп атқан жағдайлар сіздің жүрегіңіздегі кәлиядан шығара алмаса, сіз бір қалыпты әсем күйіңізде тұра алсаңыз, сіз жеттіңіз. Сіз психология жағынан ең керемет адамсыз. Ал дін бойынша сіз әулиесіз. Біздің ислам діні осы нәрсеге тәрбиелейді. Құрметті бауырлар, сіздер умраға келдіңіздер. Айтатын сөз көп, талқылайтын орын көп, бірақ мен қорытып айтқым келеді. Алдағы уақыттарда да осы тақырыпта әлі де кеңейтіп айтармын. Бірақ сіздерге мен ойлаймын, керекті мәліметтерді алдыңыздар, қолданысқа керекті дүниені таптыңыздар деп ойлаймын. Қорытынды дүние, сіз умраға келген екенсіз. Сізге бірінші бір сұрақ. Осы жерге сіздерге гидтер айтады ғой, Алланың шақыртуымен келеді деп, дұрыс па? Алланың зияратына келдіңіздер. Сіз Алланың қонағысыз. Зияратқа келдіңіз. Көп адам ақша жинап жүріп, ақша тауып жүріп, осы жерге келуге жағдай таппайды. Орын таппайды. Уақыт келмейді. Ал сіз осы жерге келуге Алла тағала нәсіп етті. Сізге бір сұрақ. Осы жерге лайықты болып келуге сіз қандай амал жасадыңыз? Сіз ендеше осы іске бір лайықты амал жасадыңыз ғой. Сол жақсылығыңызды арттырыңыз. Және де содан айырылып қалмаңыз. Екінші нәрсе, осындай киелі жерге келу арқылы сіз өмірден сабақ алмай кетсеңіз,
сізден бейшара адам жоқ. Өзіңізбен жұмыс жасауға уақыт алдыңыз. 10 күн, 15 күн уақыт бар. Жұмыс жасап жүрсеңіз өзіңізбен. Ішіңіздегі қисықтарды түзетумен, әртүрлі нәрсемен сыналып жатсыз. Сол сынақтың бәрін ойланып, ақылға салыңыз. Бұның бәрінде Алланың хикметі бар. Барлығында керемет Алланың сізге сыйы бар. Егер сол сыйды білсеңіз, жүрегіңіз сұмдық қуаныштан жарылады. Егер біле алмасаңыз, онда сізге өмір бақиға сабақ ойланыңыз. Оны тек қана сіз білесіз. Осы жерден үйреніп кетіп атқан нәрсеңіз көп. Осы жерге келген екенсіз, қайтарда соған лайықты болатындай болып қайтыңыз. Сол үшін мен бүгін өткен шақпен жұмыс деген мағынаны айттым. Өткен шақ неше түрлі күнәлар мен кінәлардан тұрады. Күнәлар мен кінәлардан тұрады. Біреуді кінәлаудың қажеті жоқ. Оның бәрін кешіре біліңіз. Өзіңізді кінәлаңыз, бірақ өзіңізді де кінәлап жердің астына тығудың қажеті жоқ. Өзіңізді де кешіре біліңіз. Өйткені кешіре білмеген адам кешірімге лайықты болмайды. Құдайдың кешіріміне лайықты болу үшін жұрттың бәрінде өзіңізді кешіре біліңіз. Екінші нәрсе, өткен шақпенен жұмыс барлық пайғамбарлардан өткен. Мысалы, Мұса пайғамбар адам өлтіріп қойған. Бір адамның сөзіне еріп, өзінің рулас біреуден таяқ жеп, кілең ұрыншақ екен, біреуден таяқ жеп атып, «Ей, Мұса, мен таяқ жеп атырмай» деп айқайлағаннан кейін, ана адамды ажыратам деп итер жібергенде, анау жазатайым құлап өліп қалады. Сол өлтіріп қойғанына ол кісі тәубе қылды. Соны ұмыта білді. Соның артынан өз-өзін түзете білді. Бұл көп пайғамбарларда осындай уақиғалар Құранда айтылады. Мынау пайғамбар осындай істеп қойды. Мынау пайғамбар мынандай болды. Адам алейхиссалам Алланың рұқсат етпеген нәрсесіне барып қойды. Тәубе қылды. Қандай дәрежеге жетті? Қалай тәубе қылды? Қалай осы ісі арқылы түзелді? Бұның барлығы өз-өзімен жұмыс етті. Ендеше біз осылайша өзімізбен өзіміз жұмысты осы жерде үйренуіміз керек екен. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Илахым, барлық біліп білмеген үлкен де кіші де күнәларымызды кешір. Дерт сырқат науқастарымызға шипа бер, жасап атқан құлшылықтарымызды, ғибадаттарымызды қабыл ет. Қол жайып отырғандардың барлық дүниелік ақыреттік қандай да бір тілектері болса қабыл ет. Осы умраға келген адамдардан, дұға тілек сұрап атқан адамдардың барлық тілектерін қабыл еткейсін. Күнәмізді кешіріп, елімізге аман есен оралуымызды, және де осы жерге қайтадан оралуымызды өзің нәсіп ет. Елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер. Ел басқарып атқан, дін басқарып атқан бауырларымызға Аллахым өзің қолдаушы бол. Оларға тек жақсы істерді нәсіп етіп, жақсы ойлар бер. Жамандарды жандарынан қашық ет. Жақсыларды жандарынан шықпайтын қылып, жақсы істерді нәсіп ет. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин алейхи ва сахбихи ва саллим.